Расымен де барлық мақтау Аллаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз, және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Алладан басқа Құдай жоқтығына куәлік береміз. Серігі жоқ жалғыз екендігіне, және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ ардақты пайғамбарымызға Алла Тағаланың салауаттарын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және де солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, Алла Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Біз сіздермен Юнус сүресінің тәлім тәрбиесіндеміз. 39 аятқа келіп тоқтаған болатынбыз. Келесі аятқа өтер алдын өткендегі екі аяттың мазмұнын есімізге түсіріп кетейік. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. Алладан түскені болмаса, бұл Құранның адамның ойынан шығарылуы әсте мүмкін емес. Алайда біз ол Құранды растаушы кітап, ілім ретінде түсірдік. Нені растаушы? Әлләзи бәйна ядайхи. Өзіне дейінгі елшілерге түсірілген кітаптарды. Анау Адам алейхиссаламнан бері осы Құран түскенге дейінгі тарихтағы маңызды оқиғаларды баяндап беру үшін. Сендерден жасырын қалған. Сендер оларға әлі күнгі тарихтарда да ешқашан таба алмайтын нәрселерді. Бұрынғы елшілердің өмірлерін, солардың өздерінің қауымдарына жіберілгендерін, сол қауымдардың қалай жауап бергендігін, олармен не болғандығы. Яғни бұның барлығы тәжірибе. Мысалы, кейбір адамдар айтады, бұл біз ғылым мен тәжірибеге ғана сүйенеміз, дінге сүйенбейміз деп. Құран тұнып тұрған тәжірибені сөйлеген. Адамның қателігінен бастап жәннаттағы біз қайталамыз үшін, біздерге сабақ болу үшін, содан кейін қаншалаған тарихтан үзінділер берген. Соның барлығы тәжірибе. Соның негізінде сіз бүгін көп қатеден аман қала аласыз. Сол ережелер, қағидалар. Соның барлығын Алла Тағала растайтын осы Құранды түсірді. Сондай-ақ тафсил әл-китаб, кітаптағы әрбір айтылған ақиқатқа байланысты талаптарды, нормаларды, солардың барлығын бүге шегесіне дейін егжей-тегжейлі түсіндіретін кітап дейді бұл. Сендер ойлағандай біреудің ойынан шыққан нәрсе емес, тек қана ешқандай күдігі жоқ әлемдердің Раббысының құзырынан түскен Алланың білімі, Алланың бізбен бөлісіп жатқан тәжірибесі, Алланың даналығы, пәрмені өте күшті. Алдынан да жалған келе алмайды, артынан да жалған келе алмайтын. Сондай-ақ оны ол халыққа қарай сөйлеп жатқан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өз көңіл қалауынан ешқашан сөйлемейтін, тек қана өзіне Раббысынан уахи етілген уахиды ғана сөйлейтін керемет сенімді елші. Міне біз осы мағынаны түсіндіріп жатсақ, сонда олар былай деп айтама дейді, Мұхаммед бұл кітапты өзінің ойынан шығарған. Әлі де бар бұндай түсініктер шығыстанушылардың арасында. Күллі әлемдегі шығыстанушылар осы сөзден басқа нәрсені айтпайды өзі. Өзінің ойының туындысы, өзінің шығарған сөздері, өзінің ойы, өзінің діні деген нәрселер. Ислам Алланың құзырынан түскен дін.
бұл дінге арабтардың, сол кездегі Меккедегі арабтардың дәстүрлері, арабтардың жолдары жұқпасы былай тұрсын. Бұл жерге ең керемет елші Мұхаммед пайғамбардың ойы жұқпаған, жеке ойы жұқпаған кітап, өзіңіз ойлаңыз. Осы сенім сіздің жүрегіңізге өте терең шегелену керек. Пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям ойы араласпаған кітап. Арабтардың дәстүрі былай тұрсын. Мекке ашылған жылы пайғамбарымыз күллі меккеліктерге не деді? Жахилиялық дәуірдегі күллі арабтың дәстүрін, наным сенімдерін аяғымның астына таптадым деді. Неге? Өйткені алдыңғы аятта сіздер көрдіңіздер, «Уәмә яттабиғу аксарухум илля зонна». Өйткені ол адамзаттың басым көпшілігі ойларына ғана ілесіп жүрген адамдар, ойларына. Ал ой, ол ақиқаттың қасында түк ойнамайтынын Алла Тағала тағы басып айтты сол жерде. Сондықтан егерде Мұхаммед бұл Құранда ойдан шығарды деп айтқыларың келсе, адамның ойынан шығатындай кітап болса, бұл сондай оңай болса, айтып тұрған сөздерің рас болса, онда осы Құранға ұқсас бір сүрені келтіріңдер. Ойларыңнан шығарып көріңдер. Күллі тіл мамандары жиналсын, риторикалар, тарихшылар, тіпті бір аятта Тағала айтқандай, күллі жындарға дейін шақырыңдар. Күллі адамзаттың ең қабілетті дарындыларын шақырыңдар да бір сүре келтіріп көріңдер дейді Алла Тағала. Сосын Бақара сүресінде айтқандай, оны істей алмадыңдар ғой, оны ешқашан істей алмайсыңдар дейді. Сендерде бірақ қана амал қалды дейді. Тозақтан сақтануларың ғана. Осы Құран әр бетінде ескертіп жатқан тозақтан сақтану мүмкіндіктерін ғана қалды. Бұл Құранда күллі жер беті жабылып өшірем десеңдер де өшіре алмайсыңдар. Бәлкім бұл Құранға берілген пайғамбарымыз сияқты адамдарға зиян келтірерсіңдер. Оның артынан ерген кейбір сахабаларын өлтірерсіңдер. Тәндеріне зиян тигізерсіңдер. Бірақ Алланың нұрын өшіру ол әсте мүмкін емес. Сондықтан бұл ислам, біз осы нәрсені ұстануымыз арқылы біз керемет халық боламыз. Омар радиаллаху анху айтқандай, егерде біз исламнан, Құраннан басқа жол іздегенімізде, әлемде үстем болу үшін, онда Алла бізді тек төмендете берер еді дейді. Үстемдік дүниеде де, ақыретте де, абырой, бедел, күш, қуат, білім, тәжірибе, нұр, күллісі осы Құранмен ғана беріледі. Бұған қайшы келген нәрсенің бәрін Алла Тағала ой деп атады. Ой. Сондықтан келесі аятта Алла Тағала айтады: бұл Құран ақиқат. Құранда айып жоқ. Құранда сөйлеп жатқан елшіде айып жоқ. Сонда айып неде? Айып кімде деген сұрақ айтатын болсақ, Алла Тағала айтады: бәл каззабу. Айып осы Меккедегі мүшриктерде дейді. Не істеді олар? Каззабу. Олар өтірікке шығарды. Міне іс көпірлік, пасықтап, екіжүзділік, тағы да басқа күллі жаңағы кесапаттар, осылардың барлығы ақиқатты өтірікке шығарудан басталады екен. Аталы соны айтып жатыр бізге. Дәлдеп келген кезде олар өтірікке шығарды дейді. Қалайша өтірікке шығарды? Ақиқатты қалай өтірікке шығару мүмкін? Ақиқатты қалайша өтірікке шығару мүмкін? Сонда Алла Тағала айтады: олар өтірікке шығарды бима лам юхиту биилмихи. Ол Құранның білімін ақылдарымен қамтымай жатып өтірікке шығарды. Осы жерде Алла Тағала осы мәселені қозғап отыр. Ақылдың негізгі орны адамға берілгендегі. Адам мына бір істі жаңа мен жасадым,
осы істі жасаған кезімде мен не ақылға ілесіп жасадым, ақылымды серік қылып жасадым, немесе көңіл қалауыма қарап жасадым, немесе ойым жаңағы өзімнің санамда қалыптасқан ойға негіздеп жасадым. Сонда Құранда өтірікке шығаруда Алла Тағала айтады, ақылмен өтірікке шығару оны мүмкін емес дейді. Оны өтірікке шығару үшін көңіл қалауымен ой ғана керек дейді. Олар бұл Құранның білімін пайғамбарымыз саллаллаху оларға оқып жатқан кезде сол аяттарды ақыл таразысына салып ойлануға да мүмкіндік бермейді дейді өздеріне. Қараңыз, өтірікке шығару дегеннің мағынасы не? Бірден көңілі не деп тұр, соны сөйлей салады. Ал біз білеміз ғой көңілдің қасында кімнің жүретінін. Көңілдің қасында ібліс жүреді. Бұларға дейін қаншалаған халықтарды адастырып үлгерген. Сондықтан Алла Тағала айтып отыр, сенің ойың, көңіл қалауың, мысалы Нәжім сүресінде айтады. Олар өздерінің жаңағы мүсіндеріне сыйынып жүрді. Ләт, Ұзза, Манат дегенде ат қойы болған. Оны ойдан шығарған. Оның бейнесін ойдан шығарған. Оның есімдерін ойдан шығарған. Ойлаңыз, Қағбаның қасындағы халық. Ой. Сондықтан Алла Тағала оларға былай деп айтты. Сол Нәжім сүресінде айтады: «Ин хия илля асмаун саммайтумуха антум ва абаукум». Мына сендер талай жылдардан бері әкелеріңнен мұраланып, әкелерің өз әкелерінен мұраланып, олар өз әкелерінен мұраланып келе жатқан мына мүсін пұттарың, бұл сол сендердің ойлап шығарған есімдер дейді. Қараңыз, бұлардың атауларын сендер ойлап шығарғансыңдар. Асылында бұлар жоқ, нөл нәрселер бұлар. Сендер ойлан жасап шығардыңдар, мүсін пұтқа айналдырып ат қойдыңдар. Мә анзараллаху биха мин султан. Бұл дұрыс жол деген, мыналарың дұрыс деген Алладан ешқандай құжат түспеген. Қараңыз, айтып отыр. Сонда не нәрсе біздің істеп жүргеніміз деп олар ақылмен сұраса, Алла Тағала айтып отыр: «Ияттабиғуна илля зонна ва ма тахуал анфус». Олар тек қана ойға және де көңіл қалауларына ілесіп жүр. Міне қараңыз. Тек ойға және көңіл қалауларына ілесіп жүр. Сол ойларының, сол көңіл қалауларының, соқыр нанымның құлдығынан құтқару үшін «Валақоты жаахум мин раббихимул худа». Келіп жетті ғой міне оларға Раббыларынан тура жол. Міне Алла Тағала қалай әдемі түсіндіріп жатыр. Тура жол келді. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларға тура жол сөйлеп жатыр. Сол айтылып жатқан аят ол білім. Сол айтылып жатқан аят ол даналық. Айтылып жатқан аят ол тура жол. Соған ақылын істетпейді дейді Алла Тағала. Ақылдарына бір сәл ғана ойланса тура жол табар еді деген нәрсені айтып жатыр. Сол ақылға мүмкіндік бермеу. Сол өз ішіңізде де болып жатады ол нәрсе. Өз ішіңізде де болып жататын нәрсе ғой. Мысалы, мен садақа берейін деп тұрған кезімде ақылым істетті, садақа бер деген сигнал кетті. Сосын менің ойым, көңіл қалауым араласады. Берейін ба, бермей-ақ қояйын ба? Бермей-ақ қойшы. Дәл сол сәтте кәдімгі мұсылманның өзінде кездесетін нәрсе. Сол секілді жаңағы ақиқат сөйленіп жатқан кезде соны ақылдарымен қамтымай жатып өтірікке шығара салды ғой дейді. Міне күпірлік қайдан туған. Бұндай ақиқатты өтірікке шығаруға болмайды. Сондай-ақ «Валямма я'тихим та'уилуху». Оларға айтылып жатқан аяттардың мағынасы, оның нәтижесі ол да әлі келіп жетпеді дейді оларға. Яғни айтылып жатқан нәрсені тыңдамады да ақылмен. Екіншіден оның мәнін де ұғынбады әлі. Сонда не айтылғанын білмейді. Түсіндіңіз бе? Не айтылғанын білместен өтірікке шығара салды. Алла Тағала Құранда ақылға түсірді.
сіздің көңіл қалауыңызбен ойыңызға емес. Бұл ақылмен сөйлескісі келетін кітап. Мәжбүрлемеу деп осыны айтады. Мәжбүрлемейді сізді. Сіздің бойыңыздағы өзі кезінде сыйлаған ақылды іске қосуын қалайды. Сондықтан мынандай нәрсе бар. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Саба сүресінде Алла тағала оған бұйыруымен мынандай сөзді айтқан сол қауымына. Олар мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бұл жынды деген ақпаратты айтты да, жаланы, өтірік. Бұның өтірік екенін сол қауымның көсемдері біледі. Яғни Мұхаммед жынды деген сөздің өтірік екенін мүшриктердің көсемдері біледі. Міне таңғаларлық жағдай қажет етір. Бірақ сол өтірікті, сол жаланы ойлап шығарады. Одан кейін бұқара халық деген нәрсе, бұл өте қиын нәрсе екен. Бұқара халық деген нәрсе жаңағы көсемдермен, белгілі бір мүдделермен байланған. Түсіндіңіз бе? Белгілі бір интерестермен, карьералармен, қоғамда өсіп өнуі, тағы басқа бір нәрселерге қол жеткізу деген жетеді енді. Осы нәрселерге байланған. Әрдайым ол қоғам солай үйретілген. Абу Жахілден ойынан басқа ой ойлай алмайды. Бұл кез келген халықта болуы мүмкін құбылыс. Әсіресе отарланғаннан кейін. Басқаша ойланамайды болды. Мысалы, Мұхаммед пайғамбарымыз жаңағы аятты оқып отырса, ол тыңдағандай болады, бірақ әбжекең не дейді екен деп тұрған адам ол. Бұқара халық іштерінде Алла рахымына бөлегендерді айтпағанда, басым көпшілігі сондай жағдайда тұр. Басқаша ойланамайды. Сонда олар айтты, Мұхаммед жынды дейді олар. Қараңыздар, саллаллаху алейхи ва саллям. Ол жынды, одан абайлаңдар. Бұқара халықтың барлығы, сол заманның журналистері, күллісі осылай сөйлейді енді қоғамда. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол бұқара халыққа былай деп айтады. Қул, айт оларға пайғамбар, иннама ағизукум би вахидатин. Мен сендерге тек бір нәрсені өсиет етейін қазір. Бірақ нәрсе. Соны істесеңдер, тура жол табасыңдар. Қараңыздар. Бірақ нәрсе. Ан тақуму лилла. Өздерің кеше көктігім жаратты, жердігім жаратты дегенде Алла дедіңдер. Болды. Олай болса, Алламен жеке қал. Екеу болып қалыңдар, ау фурода, немесе жалғыз болып қал. Ақылыңмен екеуің бір-біріңе қарап, Мұхаммедте қандай айып бар айтшы? Сен айтшы. Ана көсемнің сөзінен арыл, Абу Жахілдің сөзінен арылып, жеке Алламен қал. Ақылмен екеуің қал, біреуің қал да, сумма татафаккару. Сосын ойлан дейді. Осы істі істеген кезде адам ойланады ғой. Сол ойланған кезінде мәби сохибукум мин джинна. Бұл жолдастарында ешқандай жындылық жоқ екендігіне көздерің жетеді. Сонда жаңағы көсемдердің пайдаланып тұрған құралы қайсысы десеңіз, бұқара халықты өздеріне қарата алып отқан. Бұқара халық ойлану тұрғысынан жалқау. Біз жалқаулық дегенде анау еңбекпен байланысты айтамыз ғой. Ойлану жалқаулығы, ақылға мүлде мүмкіндік бермейсің ғой ойлануға. Содан олар басқарып кетіп отыр оларды. Әйтпесе сендер Алламен жеке қалып, я Алла деп ойланып, сәл ойлансаңдар, Мұхаммед пайғамбардың жолдастарыңның дейді Алла Тағала. Әлгі өздеріңмен бірге араларында өсіп өнген жолдастарыңның жынды емес екендігіне көздерің жетеді. Ва ин хуа илля назирун лакум. Шындап келген кезде ол сендерге қарай жіберілген Алланың ескертушісі. Ненің алдын ескертіп келді? Бәйна ядай азабин шадид. Ауыр азаптың
алдын алып келді. Ей халқым деп, сендерден қоғамдарыңнан көміліп қалған ақиқатты қайтаран алып келді. Міне. Сол себептен Құран деген нәрсе, әрбір аят ақылға түскеннен кейін ақыл оны ойлану керек. Ойланатын болса әркім өзінің тәуелсіз әдемі ойы пайда болады. Бір нәрсені шын уайымдап ойланатын болсаңыз, мысалы, Алла тағаланың қоғамда қазір біздің тілде көкөй көз деп атайды. Көкөй көз. Алла тағала көкөйіңізге салады, соны көре білесің. Интуиция деп жатады орысша. Мысалы, Мұсаның анасы Перғауынның зұлымдығынан қорқып, сәбиін қай жаққа жасырарын білмей жатқан кез. Соны қай жаққа жасырарын, не істейтінін білмей жатқан кезде, уайымдап, Раббым-ай деп жатқан кезде, Алла тағала жаңағы көкейіне сала салады. Оны өзі Құранда Мұсаның анасына уахи еттік дейді. Ол жаңағы пайғамбарымызға уахи етілгендей уахи емес. Жаңағы ойланудан, уайымның нәтижесінде Алла тағаланың көкейіңізге салатын бағыты. Суға тастай сал деген көкейіне салдық дейді. Сөйтіп ол оны суға қоя берді дейді. Сол секілді ойлану мәселесі өте маңызды. Өйткені көптеген аяттардың соңында сіз осы сөзді байқайсыз. Бәлкім олар ойланар, бәлкім олар ақылын істетер, бәлкім олар үгіт алар, бәлкім олар ғибрат алар, бәлкім олар білер. Соның барлығы жүзеге асу үшін ойлану деген нәрсені Алла тағала адамға берген. Міне, ойлану, сәл ойлану. Әйтпесе, аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дегендей, сол кісі қалай айтты, солай бұқара халық кете беруге дайын жаратылыс. Сан түк шешпейді Алланың алдында. Мысалы, имам Матуридидің бір сөзі бар. Біз тарихтағы дінге қатысты адамдардың жағдайларын бақылап зерттеген кезімізде, біз оларда әр түрлі бағыттарда, әр түрлі ойларда жүріп жатқанын байқадық дейді. Сосын олардың күллісі бір-біріне қайшы болып жатқан бағыттар. Сосын олардың әрқайсысы былай деп айтады дейді. Яғни әрбір бағытта мынандай сөз бар екен. Сол сөз барлығында ұқсас бір сөз екен. Ол қандай сөз дегенде, менікі ақиқат, өзгенікі жалған деген. Күллі қайшылықта жүріп жатқан жаңағы бағыттар, ойлар, пікірлер әртүрлі жүрген, мысалы. Соның барлығында менікі ақиқат, өзгенікі жалған деген сөз бар дейді. Осыны ол мұраланған дейді. Соқыр еліктеумен. Қараңыз. Соқыр еліктеу тұрғысынан мұраланған. Сондағы олардың дәлелің не? Сенікі ақиқат екендігіне деп айтсаң, санды көрмейсіңдер ме деп айтады дейді. Мүмкін ба мына мысалға Меккенің күллі халқы бір тарапта тұр. Пайғамбарымыз жалғыз өзі бір тарапта тұр. Құранды бастап сөйлеген кезде. Міне. Сонда олар санды не қылып жатыр? Дәлел қылып жатыр. Ол сан дәлел болмайды дейді ешқашан. Тек шын мәніндегі ақыл иелерін, өздерінің жеке ойлары бар, ынсапты адамдарды қанағаттандыратын білімнің иесі болмаса дейді, пайғамбарда айтып жатыр. Тек пайғамбар, Алладан келген елші ғана болмаса, ана саның мүлде дәлелге жатпайды. Құжат емес ол Алланың алдында. Ибрахимді еске алыңыздар. Бүкіл әлемде өзінің ел емес, бүкіл әлемде жалғыз өзі ғана иман иесі болып тұр. Ойлаңыз. Күллі халық қарсы. Сол халық жаңағы Ибрахимді, оның сөйлеген сөзін, барлық ескертулерін өтірікке шығарды. Бұл сондай дәрежеде болады екен. Бұл соқыр наным деген нәрсе өзін соншалықты қорғауға барғанда Ибрахимді өртеңдер деді ғой. Өртеңдер. Өйткені жаңағы ойды не ақиқат билейді, не ойды жалған билейді. Сонда ой саналарын жалған билеп тұрғандар ой санасын
ақиқат біліп тұрған Ибрахимді өртеңдер, құрсын құтылайық, өшірейік мына нәрсені. Өйткені сананы тасымалдайтын адам ол. Сол кезде Алла Тағала өзінің құдіретін көрсетті. Мұғжиза ретінде олар оны отқа тастаса да өртенбеді Ибрахим. Бұл ісі арқылы Алла Тағала оларға үлкен мұғжиза көрсетті. Ол мүмкін емес адамның отта өртенбеуі. Мүмкін емес. Бірақ Ибрахим шын мәнінде өртеніп отқан жоқ. Салқын бейбітте отыр Ибрахим. Қараңыз, бұл ой соншалықты уланады екен, көрмейді. Болды, көрмейді. Ақырында Ибрахим сол күллі жұртын тастап, қасиетті жерлерге қарай, Шам елдеріне қарай хижрат жасады. Басқа адамдарды іздеп көрейін. Бәлкім басқа адамдар жауап берер дегендей. Сол кезде жаңағы өзінің жұбайы Сара, Лут деген кісілер иман келтірді. Солармен ары қарай Алла Тағала өзінің жұмысын жүргізе берді. Сондықтан ойлаңыз, сан ол құжат емес. Сонда Алла Тағаланың айтқысы келгені, олар Құранды өтірікке шығара салды. Болды. Казалика каззабаллазина мин qablihim. Пайғамбар саллаллаху Алла Тағала жұбатып отыр. Өйткені пайғамбарымыз жаңағындай жаны таза, қарапайым, өзінің еліне жақсылық қалап тұр. Күллісінің жүрегіне шіркін-ай тура жол салып берсем ба деген ойы бар да. Бірақ ол халқы оны өтірікші қылып, неше түрлі жалаларды айтып отыр оған қарай. Сол кезде пайғамбарымыз жұбатады. Бір жағынан Алла Тағала пайғамбарымызды жұбатады көңілін. Бір жағынан оған бұрынғы тарихты ашады. Сонда бұлай дейді. Казалика каззабаллазина мин qablihim. Ва пайғамбар, дәл осылар сені өтірікке шығарғандай, сен сөйлеп жатқан Алланың аяттарын өтірікке шығарғандай, саған дейінгі елшілерді де осындай кәпірлері өтірікке шығарған. Өтірікке шығарушылардың әуелгісі сен емессің, ва пайғамбар. Саған дейін өтірікке шығарылған пайғамбарлар өткен. Сол Анғам сүресінде айтады: Қод нағламу иннаху ла яхзунука аллази яқулун. Ва пайғамбар, біз білеміз, олардың саған қарай иман келтірмейміз, мұғжиза әкел, мынау жынды, мынау ақын, мынау көріпкел деген әртүрлі сөздерінің сені қайғыртатынын біз білеміз. Жан дүниеңді, көңіліңді түсіретінін біз білеміз. Фаиннахум ла юказзибунага. Сөзге қараңыз енді. Шындап келгенде Алла Тағала күллісін көріп тұр ғой. Пайғамбарымыз олардың жан дүниелерінде не отқанын білмейді. Пайғамбарымыздың ойында бұлар өтірікке шығарып отқан себебі көздері жетпей тұр ғой. Көздерін жеткізетін бір мұғжиза болса. Таза адам қалай ойлайды? Таза адам, шын мәнінде жақсылық қалаған адам, шын мәнінде тозақтан құтқарғысы келген адам қалай ойлайды? Бәлкім бір мұғжиза болса көздері жетер ме еді дегендей. Сол кезде осы ойды Алла Тағала емдейді. Анда пайғамбарымыз саллаллаху айтады: шынымен де біз білеміз, олардың саған қарай айтып жатқан сөздерінің сені қайғыртып жатқан. Алайда шындап келген кезде мен саған бір шындықты айтайын, о пайғамбар. Жаңағы сені өтірікке шығарып жатқандар, Құранды өтірікке шығарып жатқандар, түптеп келгенде мен саған жан дүниелеріндегі нәрсені білем мен. Мен жаңағы Абу Жахл сияқтылардың өздерінің көсемдердің жиналыстарында да куәмін ғой дейді Алла Тағала. Мен көріп тұрмын ғой о жақта олардың не сөйлейтінін. Фаиннахум ла юказзибунака. Шындығында олар сені өтірікке шығармайды дейді. Олар біледі сенің Алланың елшісі екеніңді. Валакинна залимина би аятиллахи яджхадун. Алайда бұл опасыздар дегенде мен асырап атқан, мен тамақтандырып атқан, мен киіндіріп жатқан, мен күндіз түні ұйқыларында аунатып, ұйқыларын беріп, тамақтарын сіңіртіп жатқан, ризықтарын беріп жатқан бүкіл ісіме опасыз болғандар деп отыр. Алайда бұл опасыздар
Алла Тағаланың аяттарының ақиқат екенін біле тұра қарсыласуда дейді. Қараңыз. Көпірлік деген сөзді өзіңіз ойлаңыз. Көпірлік деген жасап шығарылған технология. Әйтпесе олардың көсемдері білді Алланың елшісі екендігін Мұхаммед пайғамбардың. Тіпті олар жаңағы өздері бүйтіп отырған жерінде шіркін-ай, басқа біреуге түскенде ғой деген сөздер де бар. Неге оған түсті екен? Малы бар, кішкене байлығы бар, қоғамда орны бар, біреуге түскенде қызғаныш, көре алмаушылық, тағы басқа неше түрде дерттер бар, Алла Тағалаға белгілі. Алайда олар Алланың аяттарының ақиқат екендігін біле тұра қарсыласады. Мысалы, Перғауынды мысалға алайық. Перғауын. Мұса пайғамбар Алласының құдіретімен неше түрлі мұғжизаларды көрсетті оларға. Бірінен соң бір көрсетіліп жатыр мұғжизалар енді. Перғауын және оның қасындағы уәзірлер, осылардың жан дүниелерін біз білмейміз. Мұса да білмейді. Көпірлік қалай пайда болады технологиясын келтіріп жатырмыз. Құраннан. Құран осы нәрсені де түсіндіреді. Сонда Құран айтады: «Уаджахату биха». Олар бұл мұғжизалардың шын мәнінде Алланың құдіретінің белгісі екендігін біле тұра қарсыласты. Қараңыздар. «Вастойқанатха анфусухум». Жан дүниелері анық білді Алланың ісі екенін. Бұқара халық білмейді ғой бұны. Бұқала халық жаңағы Перғауын мен уәзірлерінің жан дүниелерінде білмейді. Перғауын не айтады екен деп отырған халық қой. Солай дүниеге келген ол, солай өмір сүріп жүрген халық ол болды. Ол басқаша ойлана алмайды. Басқаша ойланудан қалған бұндай нәрсені құлдық сана деп атайды. Көрінгеннің жетегінде кететін халық болады ол. Кез келген халық бір жаңа ойды мына жаққа келетін болса, еріп кете береміз, болды. Өйткені ол ойға ұстап қалатын ақиқат ойы жоқ. Сонда Перғауын және оның қасындағылар біле тұра қарсыласты. Жан дүниелер оның ақиқат екендігіне көздері жете тұра зульман, әділетсіз ниетпен, уағулуан, тәкаппарлық мінезбен жеңілмей, өйткені ол кеше мен құдаймын деп жүрген адам жеңіліп қалса не болады? Көрдіңіз ба? Тәкаппарлықтың кесірінен. Фанзур кайфа кана ақибатул муфсидин. Пайғамбар, міне келесі аяттарда біз саған ашып берейік, ол бүлдірушілердің, бұл бұзғындардың аяғы немен аяқталғанын деп тарихты ашады, сосын қалай суға батырылғандарын. Фанзур кайфа кана ақибатул золимин. Назар аудару, пайғамбар. Бұрынғы үмбеттерде елші жібергенімізде сол елшілерге қарсы шыққан, оларды өтірікке шығарған кәпір халықтардың ақыры немен аяқталғанын мына өзіңнің халқыңа да оқып бер. Құранның басым көпшілік аяттары, әсіресе меккелік аяттардың бәріне қарайтын болсаңыз, біз көбінесе ойлаймыз ғой, мына Құран осы мешіттегі халыққа арналған деп. Мешіттегі халыққа арналған аяттар көбінесе Мединада түскен. Іс жүзіндегі нормалары тағы басқа нәрселер етейік. Алайда меккелік кезеңде қарайтын болсаңыз, иман келтірмей жүрген, Аллаға, ақыретке сенбейтін адамдарға оқылған кітап мынау. Сондықтан сіздің тарапыңыздан жүрген жеріңізде, дастарханда, әртүрлі мақсатта дастарханға адамдар жиналды. Мысалы, сізді бір жерге шақырды, қонақ қылып, туысқандармен бас қостыңыз, сыныптастармен бас қостыңыз, тағы басқа жерде бас қостыңыз. Әрқайсысы ол жерге өзінің темасын алып келеді дастарханның басына. Түсіндік ме? Сөйтіп, анау бір футболист айтады, анау кеше біреудің ажырасқанын айтады. Түгелі ойлар әлеуметтік желіде апта сайын толтырып беріліп отырады. Жаңалықтар, құрдымға кеткен жаңалықтар.
Соның бәрін жинап алады да бір жаңа тема алып келгенде естідіңдер ма деп ол. Сол кезде сіз де өз темаңызбен отыру керек. Сіздің темаңыз мына Құран. Ей бауырларым, Алла ақиқат. Сізді күлкіге алса да ренжімеңіз оларға. Мін айтып отыр ғой, саған дейінде пайғамбарлар өтірікке шығарылған дегендей. Сізде сол пайғамбардың үмбеті болғаннан кейін сізге де бір ұнамайтын сөздер айтылады. Норма. Қашан сізге ұнамайтын сөздер айтылса, тек Құранды сөйлеп жатқан себепті. Әдемі сөйлеп атсыз, жақсы мінезбен, даналықпен сөйлеп жатқан кезіңізде сізге қарай ұнамайтын сөз айтылды ма, сіздің өміріңіз исламға енді қосылды деген сөз. Қазір сіз тек өз ақыретіңіздің қамы үшін жүрген адамсыз. 5 уақыт намазбен, оразамен, ол тек таза сіздің жеке басыңыздың ақыреті. Дінге ешқандай жәрдем жоқ ол жерде. Құран жеткізілу керек. Ей пайғамбар, оқып бер оларға аяттарымызды дегендей. Барып оқиды оларға. Соқтан сіз де сол дастархандарда бас қосқан жерлерде міндетті түрде болу керексіз мына бір аятты жеткізу үшін. Ол жерден қаша берсеңіз де сіздікі дұрыс емес. Кім жеткізеді онда оларға? Сіз не үшін жасады Алла тағала? Ауамен кәна мәйітен, анғам сөзіне біреу өледі дейді. Біздерді айтып отыр. Мешіттегілерді айтып отыр. Біреу өлі еді, фаахияйнаху, біз оны тірілттік иманмен. Уаджағална лаху нурон, сөйтіп біз оған нұр жасап бердік, темасын. Ямши бихи бәйнән нас, адамдардың арасында сол нұрмен жүру үшін, ей адамдар деп. Көрдіңіз ғой, сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху өткен жолдың бір белгілі бір пайызын сіздің де өміріңізден орын ала бастайды. Әйтпесе біз де отырған жерімізде не істеп жүрміз қазір? Дастарханға отырдық мысалы. Қазысы күшті екен, машалла, қазы керемет екен. Дәмді наны күшті пісіпті деп еркектердің өзі. Сосын анау бір әңгімені айтып кетсе, анау ажырасып кетті ғой. Мен ойлаймын, ол жерде ажырасқанда былай болған шығар деген. Сіз әркімнің ойына кетіп отқан үмбет болып отырық қой біз. Жеке Құдайдың сөзін тасымалдайтын, Құранның ойын тасымалдайтындай болмай тұрмыз ғой. Сол мақсат лайықты деңгейде жұмыс жасау керек. Сіз Алланың адамы болуыңыз үшін, көрдіңіз бе? Сондықтан да пайғамбарымыз Алланың тарапында қай жерде жүрсе де сол Құранды сөйлейтін адам болғаннан кейін Алла тағаласы оған әрдайым қарасаңыз, уа пайғамбар, оларды қоя тұр, оларға мерзім бере тұрайық деп бірге сөйлесейді ғой. Негізі Алла ғой мерзім беруші. Пайғамбар шешпейді ғой. Бірақ пайғамбардың жақындығын қараш, бір тақырыпта болғаннан кейін оларға мерзім бере тұр, уа пайғамбар дейді. Осы толқынға қосылу керекпіз біз. Әйтпесе бұл дүние бүгін пайғамбарым салсам қорыққандай, мен қорқам кейін мына дүниенің бүкіл есіктері ашылып кете ме сендерге деп. Сөйтіп неше түрлі жолдарға кетіп қаласыңдар ма деп. Дүние жұта береді ол. Соқтан өз орнымызда осы Құранмен туралап алу керекпіз. Өзіңнің орның, өзіңнің ойың. Есіңізде болсын, сіздің біліміңіз жұтаң емес, кем емес. Мынау бүкіл нәрсені қамтыған кітап. Пайғамбарымыздың өмірі күллі нәрсені қамтыған кітап. Пайғамбарымыздың хадистері осы Құрандағы аяттардың көбісін түсіндіріп, тәптіштеп, әдемілеп берген қаншама хадистері бар. Сол нәрселердің күллісінде жаңағы дастарханда сөйлесіліп жатқан ойды дұрыс болса мақұлдап, қисық болса теріске шығаратын сізде білім бар. Өйткені бұндай қарым-қатынастар болмаса, ойлар өзгермейді. Ойлар өзгермейді, халыққа жетпейді таңдау. Халық не таңдарын білмейді, өйткені сіз таңдауды ұсынып жатқан жоқсыз. Оған қайсысы жаңағы әлеуметтік желіде не ұсынылып отыр, олар соны алып жүріп баратыр. Сіздің ұсынатыныңыз болмай тұр о жерге. Өйткені қаншама пайыз халық бар, ол мешітке келмейді, ол бұл уағыздарды тыңдамайды да, жаңа айтып отыр ғой. Ақылдарына қамтып та үлгермей өтірікке шығара салды ғой дегенде, сондай бір адамдар бар. Инстаграмда ол қарап отырса да бір уағыз шығып отырса да итере салады былай.
Ондай адамдардың қасында сіз бетпе-бет кездесу керексіз, жаңағы дастархандарда. Сондықтан сіздің роліңіз өте үлкен. Құранға, пайғамбарға жәрдем беруде, халықты құтқаруда. Міне осыны айтады, халыққа деген шын жанашырлық. Өйткені күлліміздің алдында тұрған бағанаға үлкен қатты азаптың алдын алып жіберілген елші секілді, сіз де мына халықты егер жақсы көрсеңіз, сол азаптың алдын алу үшін ғана өмір сүру керексіз. Бұлардың сөйлеп жатқан темаларына қосылып кетіп, арасында сіңісіп кету үшін емес. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ. Қараңыздар. О пайғамбар, сен әлгі Аллаға да, Алланың жалғыздығына, ақыретке иман келтірмейтін, осы Құранға иман келтірмейтін адамдарға қарай Құранның аяттарын сөйлеп жатқан кезіңде. Минхум ман юъмину бихи. Олардың іштерінде осы аяттарға сенетін адамдар бар. Бұл көсемдері. Түсіндіңіз ба? Ва минхум ман ла юъмину бихи. Олардың іштерінде оған сенбейтіндері де бар. Бұл бұқара халық. Әл-Валид ибн әл-Муғира пайғамбарымыздың сөйлеп жатқан Құран аяттарын естіген кезде жан дүниесі еріп, санасы жеңіліп, сондай бір халге келген. Ол не бір ақынды естіген адам, не бір көріпкелдерді көрген, не бір сәуегейлерді көрген, көрмегені жоқ. Ол танығандай дүниені ешкім танымайды. Алла оған байлық та берген, вилла да берген, балаларын ондатып, көбейтіп қойған. Бүкіл жағдайы бар. Және де қараңыз, және де осы Құранға сеніп, мынау керемет екен деген сөзге дейін беріп тұр ғой енді. Енді тек нүктесін қою ғана қалды ғой бұның. Болды Раббым деген. Міне осы нүктесін қоярдың алдында жаңағы Абу Жахил, мынау өзгеріп кетті ғой. Ойбай, мынау өзгерсе бітті, біз біраз жәрдемсіз қаламыз. Ол барып, қасына барып, осындай керек болса біз сізге бір мал жинап берейік деп едік. Біздің көңілімізді қатты ауыртып тұрған нәрсе бар. Саяси технолог. Сіз секілді адамды Мұхаммедтің қасынан көру қабырғамызға батады. Сізде ақылы, сіздікіндей керемет адамды деп соны жаңағы сөздерімен сөйлеп жатқан кезде Әл-Валид ибн әл-Муғира енді мүдделі адам, қоғамда болған мүдде керек, жаңағында интерестері бар, карьерасы бар, соңғы сөз ода болуы мүмкін, тағы бір нәрселері бар. Осының бәрінен бір айырылып қалатындай. Кім айтты, мен Мұхаммедтің артынан еріп баратыр деп? Кім ол? Сол аяттарын естіген кезде түріңіздің бір ерекше құбылысқа келгенін көрдік біз. Жоқ деп точкасын қоймай жатыр. Көрдіңіз бе? Нүктесін қоймай жатыр. Сонда Абу Жахилде қу ғой, ары қарай байланыстырып айтады. Енді онымен бірге болмасаңыз, енді сізден басқаның бұл жерге құдіреті жетпейді. Бір жаланы ойлап шығару керек болып тұр. Мына Құранды бұқара халықтан тоқтатып тыю үшін бір әдемі сөз керек болып тұр тарататын қоғамға. Соны ойлап шығарсаңыз. Қалай ойлайсыз, оны сиқыршы деп айтсақ? Ол сиқыршы емес дейді. Қараңыз, Алла тағала көмектесіп тұр, интуиция. Ол сиқыршы емес, мен сиқыршыларды көрдім ғой дейді. Онда көріпкел деп айтайық. Көріпкел емес ол. Мен көрдім ғой көріпкелдердің қандай екен. Мүлде ұқсамайды дейді сөзі. Мұнаныкы керемет, бұның өзегін таппайсың дейді жердің бетінен. Онда біз оны ақын дейік. Ақындардың сөз құрастыру орамына мүлде келмейді дейді бұл. Жеңіп тұр дейді. Онда жынды дейік десек, жынды емес қой дейді. Енді біз сізге уақыт берейік, ойланыңызшы деп. Сонда екі нәрсенің арасында тұр ғой, қазір Раббым болды деген нүктені қою керек, немесе Мұхаммед пайғамбарға жала ойлап шығару керек, өзінің қоғамдағы мүддесін, карьерасын сақтап қалу үшін.
Сонымен әр ойланып, бер ойланып, мана ойланған түрінде Алла Тағала куә болып тұр ғой үстінен. Көрдіңіз бе? Алла Тағала толық көріп тұр, мимикасын баяндайды ғой Құранда. Өліп кеттікер ойланды ғой дейді сол кезде. Ойланып, назар аударып, қайсысын айтсам екен деп, ананы ойлап, қабағына дейін бәрін баяндайды Құранда. Ең соңында сиқыр деген сөзді тапты ғой дейді әйтеуір. Сиқыр деп айтайық. Оның құжаты қандай дейді ғой Абу Жахал. Көрмедің ба? Бір үйде бір бала оған иман келтірді. Әкесі иман келтірмеді. Сиқырдан басқа не бұл? Журналистерге солай айтамыз. Міне мына Мұхаммедтің сөзінен кейін әке мен баланың арасы бұзылды. Саяси технолог деген нәрсе, бұқара халық деп аузын ашып, санасына кіре салатын нәрселер бұлар. Жаңағы перғауында мұғжизалар жеңіп, Мұсаның аса таяғы жыланға айналып, аналардың күллі сиқырын жалмап жіберген кезде, сиқыршылар бұндай құдіретті көрмеген ешқашан. Өздерінің істерінің бәрін адамдардың көзін байлаған өтірік екенін жақсы біледі. Ана жыланды көрген кезде ақиқатты. Қарашы Алла Тағала қалай істеген. Бұлар нүктесін бірден қойды. Нүктесін қойғанда да Алла Тағала айтады, сәждеге жығып жіберді ғой бәрін. Күллісі сәждеде жатыр. Қараңыз, перғауынның бір әскері құлады Аллаға. Аллаға қарай өтіп кетті. Сонда айтады ғой, перғауынның технологиясын қараңыз, қандай озық болады көпірлікте. Мыналар алдында да келісіп алған сиқыршылар екен ғой дейді бұқаралық халыққа. Ойлары сиқыршылардікіндей болып кетпейтіндей. Алдында да келісіп алған ғой, мына жерге өтірік келген ғой мыналар. Мен алдау үшін. Мына Мұса солардың үлкені. Ей халық, мыналарға ермеңдер, бұлар сендерді діндеріңнен, жергілікті отандарыңнан, елдеріңнен қуып шығуға келген адам мына Мұса мен Харун. Бұқаралық халық, ойбай, онда құтылу керек қой олардан. Сонда халық деген нәрсені ойлаңыз. Халық деген нәрсе жаңағындай саяси технологтардың Абу Жахал сияқты, перғауын сияқты сол замандағы. Солардың жасап берген ойынан басқа ойлай алмайтын халық екен ғой. Енді сіз ойлаңыз, неге бәленбай халықты алыштықтар оята алмады? Ойлаңыз. Шын иман деген нәрсене, еліктеу деген нәрсене. Міне. Сондықтан Алла Тағала күллі нәрсені тура жолға қойып бергісі келеді. Оның ішінде осы ой мәселесі. Міне бұлардың ішінде саған сенетіндері де бар. Абу Жахал ішінде біледі сенің өтірікші емес екендігіңді. Және ана аяттарды да ұрланып барып бірнеше мәрте тыңдаған. Сен оқып отқан кезде түнде жаңағы көсемдер. Содан тыңдап, үйреніп қалып, ертегіне қайтаран барғысы кеп тұрған. Тыңдап, қайдаран барғысы кеп тұрған. Осындай адамдар болған ол көсемдері. Жай адамдар емес олар. Алайда олар нүктені көпірлікке қойды. Алла Тағала, мысалы Сәмуд қауымы, қараңыздар. Ва амма Самуду, Фуссилат сүресінде атайды. Сәмуд қауымына келетін болсақ, оларға Салих пайғамбар жіберілген кезде. Ва амма Самуду фахадайнахум, аятқа қараңыздар. Самуд қауымына келетін болсақ, уа пайғамбар, біз оларды тура жолға бастаған едік дейді. Тек нүктесін қою ғана қалған. Қараңыз. Таңдау. Қайсын таңдайым деп тұрған. Ана мұғжиза түйе шыға келген кезде құр қаламды алып болды Раббым деп нүктені қоя салу керек болған. Біз сол жағдайға дейін жеткіздік дейді олардың көздерін. Сонда олар нені таңдады? Қараңыз. Фастахаббул ама алал худа. Тура жолдың тура жол екенін біле тұра, оның орнына соқыр болуды артық сүйді дейді. Көрдіңіз бе? Соны артық сүйді. Фаахузатхум саиқатул азабил хуни. Сол үшін азапты қараңыз. Сөйтіп, сол көпірлікті, соқырлықты таңдағандар үшін, тура жолға көздері жете тұра, соны таңдағандар үшін, оларда
қорлайтын азаптың соққысы басталды дейді. Азап демейді, қорлайтын азап, абыройдан айыратын Алланың алдындағы. Соғындай бір соққы азап келді, күллісі мерт болды, нүктесі күпірлікке қойылған түрде дүниеден осты. Немесе Ибрахим сүресінде Алла Тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, алиф лам ра. Китабун, бұл Құран, бұл кітап, анзалнаху илейка, уа пайғамбар, оны саған қарай түсірдік. Не үшін? Литухриджан наса миназ-зулумати илан-нур. Адамдардың барлығын қараңғылықтардан, көпше түрде қараңғылықтардан жарыққа, жекеше түрде жарық біреу ақ, Алланың жолы, тура жол. Тура жолға шығаруың үшін. Енді Құранның мақсатын түсініңіз. Сіздің Құранмен байланысыңыз негізгі мақсаты не? Құранмен байланыстағы мақсатыңыз не? Адамзаттарды қараңғылықтардан жарыққа шығару үшін. Неге қараңғылықтар? Өйткені неше түрлі бақыттар, неше түрлі ойлар, неше түрлі жолдар адасып кеткен тура жолдан. Міне Алланың нұры соған өзінің имани құлдарын жинап алу керек. Түсті. Литухриджан наса, адамдарды қараңғылықтардан жарыққа шығару үшін, биизни раббихим, Раббыларының рұқсатымен. Алла Тағала бір мәселені айтып тұр пайғамбарымызға: ешбір жан менің рұқсатымсыз иман келтіре алмайды. Әл-Валид ибн әл-Муғира келтіре алмады, Абу Жахл келтіре алмады. Құранды тыңдап, оның ақиқат екенін біліп жүрсе де. Иля сиратил азизил хамид. Ол нұр деген не, Раббым? Жарыққа шығару, нұр деген не ол? Ол күллі нәрседен үстем. Ешкім оны жеңе алмайтын, пәрмені күшті, күллі мақтаулар өзіне ғана тән болған Алланың жолына дейді. Қанасыр қандай керемет. Қай жолдасың? Алланың жолындамын. Сосын тағы ұлықтайды жаңағы жолда. Аллахи әлләзи лаху ма фис самавати вал ард. Көктердегі нәрселер, жердегі нәрселердің бәрі өзінікі болған Алланың жолына дейді. Көрдіңіз бе, сіз қандай жолдасыз? Сіз бұл жолда тасымалдап жүрсеңіз, онда тіпті ол аят сізге арналған. Көрдіңіз ғой? Алланың жолында. Сосын сол аяттың соңында былай деп айтады: Вавайлун, қайғы, қасірет, азап болсын. Кімдерге? Лил кафирина, ақиқатта мойындамайтындарға. Мин азабин шадид, өте қатты ауыр азапқа ұрынатындай. Неге оларға солай? Аллазина ястахиббуна ал-хаята дуния алал ахира. Бірінші қасиеті ақиқатты мойындамады. Екінші қасиеті олар дүние тіршілігін ақыреттен артық сүйді. Яғни таңдауы не? Елші келіп айтты: ақырет, дүние. Екеуінің парқын баяндады. Олар не деді? Біз дүниені таңдаймыз. Дүниені қатты сүйеміз, ақыретіңді олай қарай алып кете ғой деді. Енді өздерін ақтау керек қой олар. Сіз ба? Өздерінің жолдарының дұрыс екендігін ақтау үшін олар бағанағы сан деген нәрсені пайдаланады. Түсіндіңіз ба? Бұқара халық санды. Не істейді енді ол санмен? Мұхаммедтің сөзі саллаллаху алейхи вассалам оларға өтпей тұрып, оларды өздеріне қаратып алуға тырысады. Сонда не істейді? Ваясуддуна ан сабилилла. Өздері кәпір болуымен шектелмей, бұқара халықты да Алланың жолынан бөгелейтін болады. Бөгелейтін болады. Бөгелеп жатқан кезде қандай тәсілді пайдаланады? Ваябғунака ғиважа. Алланың жолын, исламын қисық қып көрсетеді қоғамға. Қисық қып. Улайка фи долалин бағид. Міне бұлар
әбден ұзаққа адасқан адамдар дейді. Міне бұлар өз таңдауларын жасады. Пайғамбар өз таңдауында. Мұхаммед пайғамбардың үмбеті ше енді. Үмбеті қай таңдауда? Мәселе осыда. Көріз ғой. Сондықтан сіз енді ақиқатты осы Құранда жүрген жеріңізде тасымалдау керексіз. Сол арқылы сіздің шын мәнінде ұлы Алланың жолының еліңізде кеңінен таралып, шын мәнінде мына халық дүниеде де ақыретте де өзінің бақытына жету үшін бұдан басқа жол жоқ. Өйткені күллісі өтірікке негізделгеннен кейін, қараңыздаршы, олар Мұхаммед пайғамбардың шын екенін біле тұрып өтірікке шығарды. Аяттардың Алланың сөз екендігін біле тұрып өтірікке шығарып жатыр. Қалайша тағдырыңды, бұқара халықтың тағдырын ондай адамдардың қолына тапсыруға болады? Ойлаңыз. Фирғауын истахоффа қаумаху, өзінің қауымын оп-оңай өзіне қарата салды. Міне, жаңағындай өзінің бір технологияларын жасап. Мұхаммед пайғамбардың үмбеті жалғыз үмбет қазір қияметке дейін жердің бетінде күллі адамзатты қараңғылықтардан жарыққа шығаруға мүмкіндік алған. Алайда біздің өзімізде жаңағындай бұл дінге деген ықыласымыз әлсіз болатындай, дүние ақыреттің орнына кейде жеңіп шығып кетіп жатады бізде. Мысалы, сол секілді осы нәрселердің ешқайсысына жол бермеу керек. Өз бойыңыздағы жан дүниеңізде жеңілуге бой бермеу керек. Қазір сіз мына Құранға сенгеннен кейін, мысалы телефоныңызды қазір барып ашып қарап атқан кезіңізде, егер де ақиқатқа байланысты бір минут бір нәрсе қараған шығарсыз, бірақ дүниеге байланысты 1 сағат отырсаңыз, бізден ешқандай жәрдем жоқ. Бірақ біз әйтеуір өзіміздің жеке бір ақыретіміздің қамын ойлап жүрген жанбыз, болды. Бірақ күллі халықты қараңғылықтардан жарыққа шығару деген менде ниет жоқ, болды. Жоқ десем болады. Бұл әрине өкінішті нәрсе. Өйткені пайғамбарымыздың үмбетіне Алла тағала ең хайырлы деген қасиетті тек қана қараңғылықтардан жарыққа шығару ісімен айналысатын сипаттарымен байлаған. Сендер ең жақсы үмбет болып шығарылдыңдар. Ең хайырлы үмбет болып шығарылдыңдар жердің бетіндегі күллі адамзатқа қияметке дейін. Өйткені сендер Алланың ісін бұйырасыңдар оларға. Алланың дұрыс көрген ісін бұйырасыңдар, Алланың теріс көрген істерінен оларды тыясыңдар. Тыю ол жаңағы азаптың, үлкен азаптың алдын алу. Халқымызға жұқ кетпес екен дегендей. Шама келгенше әрбір қазақты жоқ дегенде ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулулла деген нәрсесін айтып, шын мәнінде, шын жүрекпен айтқан иманның негізінде ақыретке кетіп баратқан вагонға салып үлгеру керекпіз біз. Жоқ дегенде сол да. Сен сияқты тахаджуд оқып үлгермей ақ қойсын. Нәпіл оразаларды көбейтіп үлгермейтін шығар. Халық осындай құтқарылудың жолында тұр. Әйтпесе дүние ол дами береді ол. Сізсіз де, бізсіз де оны иманды адам қолын алса да, имансыз адам қолын алса да, кез келген сауда, кез келген нәрсе, ол жүре беретін нәрсе ол болды. Бірақ мәселе ақыретпен байланысты болып тұр. Халқымыз қайда барады ертең? Мәселе сода болып тұр. Осыны шырылдап пайғамбарымыз оларға қайта-қайта айтып жатыр. Міне, о пайғамбар, сен оларға сол аяттарды оқып отқан кезде, олардың іштерінде саған сенетіндері де бар, һәм саған сенбейтіндері де бар. Жаңа бұқаралық халықты айтып тұрық, ол пайғамбарымыз сөйлеп отқан кезде, міне, ол оны бәрібір ақылымен қамтып тұрған жоқ ол. Ол құр жай тұрған адам. Шындап келген кезде ол Мұхаммедті көріп тұр. Мұхаммед пайғамбарды емес. Түсініз ғой? Және де сөйлеп жатқан кезінде ол оның сөзін естіп тұрған жоқ. Ол оның дауысын естіп тұр. Соны айтып жатыр. Алла тағала ешкімге зұлымдық жасамаған, пайғамбарға жәрдем берілсін деп жаңағы көсемдерінің өздеріне жүрегіне қарай келіп, міне, олардың ішінде сенетіндері бар деп тұр ғой, көріп? Соған дейін әкеп отыр ғой атауларды. Бірақ нүктесін қоймай тұр ғой. Таңдау Алла жаққа емес та. Осындай
сан, соқыр еліктеумен халықты сөйлету. Осы нәрсенің өзінде бағанағы имам Матурidi айтпақшы, бұрынғы замандардағы күллі патшалардың саясаты халықты әйтеуір бір неде ұстап отыру үшін солай жүргізілген дейді. Болды. Сол соқыр нанымдағы санды ертіп жүре беру айтар болды. Обал емес па? Қаншама халық, қаншама ғұмыры өтірікке пайдаланып оны. Алласымен қауыштыру керек қой оны. Сондықтан сол халық, сондай көсемдер қиямет күні келген кезде екеуінің арасында дау болады. Өткен сабақтарда айтқан едік. Бір-бірлерін кәпір қып, жек көріп, қарғап, лағнеттеп қоса лақтырылады дейді тозаққа. Тозаққа лақтырылған кезде күллі өкініштерін іштеріне жұтады дейді. Өйткені оны Алла естімейді. Ол Аллаға керек емес. Бұл нәрсе ақиқат болып тұр. Ақырет ақиқат болып тұр. Ақыреттің азабының қатты екені де ақиқат болып тұр. Сол ақиқаттың ақиқат екендігіне бір сәтке ойлану үшін алтығыла кейде жер сілкіндіреді. Көрдік қой, өткенде жер сілкінген кезде үйлерді тастап, қай жаққа қарай қашарымызды, үстімізге киімдерді білмей деген дейміз. Енді одан артық ескертетін болса, ол азап қой. Сол жерде де бір технологтар шыға келеді да, бұл Алматыда өзі болып тұратын жағдай дегенде, Алламен қауыштырса адамдарды, тәубасына келсін. Ал сабақта жер сілкіну деп айтқан келген кезде географияда түсіндіре бер солай. Жер қалай сілкінеді, қандай болады деген нәрсе. Бірақ оқиғаның кезінде географияны айтпа. Құдайдың ісін Құдаймен байла. Халыққа обал ғой. Алласымен байлап үлгеру керекпіз ғой. Өйткені ол кенеттен келеді. Кенеттен жер сілкінді, кенеттен күн күркіреді, жаңбыр жауып жатыр мынандай мысал дейді. Кенеттен сел пайда болды. Бұның барлығында Алла Тағала менімен байланыңдар деп отыр ғой. Тура сондай бір технологтар шығады, артық оқыған. Сол енді халыққа жанаши ма шын мәнінде? Мен бұл кісіні Алласымен байланыстырмасам, менде не хайыр бар? Не хайыр бар менде? Қандай мансап ұстап отырайын? Қанша баланың әкесі болайын? Осындай жамандықтар болып жатыр. Мысалы, бұл кісі екеуміз тұрмыз. Бұл кісі бір кісіні іздеп тұр, мешіттің қасында. Осы жерге келем деп еді. Сол келем деп еді, бір мәселем шешіліп кетейін деп тұр еді. Сол таппай жатырмын дейді. Мен көрдім ол кісінің жүргенін. Бірақ ол кісімен бұл кісінің кездесуін қаламайтын пиғыл бар менде. Келмеді, көрмеді мұндай нәрсені деймін. Сен қара қандай қиянат болып отыр. Осындай нәрселер өмірде көп. Сондықтан иман деген нәрседе жаңағы көсемдері иман келтіргендерін қайтейік, олардың нүктесін күпірлікке қойған болса таңдауда. Сондай-ақ иман келтірмей жүрген жаңағы бұқара халық. Өйткені олар солардың аузына қараған. Өзінің ойы жоқ, құлдық сана. Сондықтан Алла Тағала аяттың соңында айтады: «Варуббука а'ламу бил муфсидин». Алла Тағала әлгі жолды бүлдіріп жүргендерді жақсы біледі дейді. Пайғамбар, мен жақсы білем, кім бүлдіріп жүр олардың іштерінде? Абу Жахл, Умайя ибн Халаф, жаңағы Валид ибн ал-Муғира сияқтылар. Мен білем олардың кеңестерінде не сөйлеп жүргендерін. Алайда мынандай қызық бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ұлы хабарда келді қоғамға. Қиямет сағаты орнайды деген. Ан-Наба деген кәдімгі сүре бар мысалы Құранда. Амма ятасаалун. Олар бір-бірлерінен не туралы сұрасып жатыр? Сен елші болып жіберілген күннен бастап қоғамда қандай тема қозғалып жатыр дейді Алла Тағала. Көрдіңіз ба? Олар не туралы сұрап жатыр бір-бірінен? Ан-Набаил азим. Ұлы хабар жайында. Сенсация пайда болды қоғамда. Мұхаммед пайғамбар арқылы Алла Тағала қоғамға ойларға төңкеріс әкелді, ойларға. Енді ана Абу Жахл, жаңағы көсемдер анау бұрышта өздерінің бір жиналатын орындары бар. Олардың да таңертеңнен кешке дейін тақырыбы сөйлейтін. Мұхаммед пайғамбарымыз, Құран, халықты қалай олардан теріс қаратамыз, қалай оларды қуып шығамыз, не істейміз, Мұхаммедті өлтіреміз ба, елден қуып шығамыз ба?
қаласа да қаламаса да осы ақиқаттың төңірегінде жиналыстар жасайды. Бірақ бұл ақиқатқа жәрдем ретінде емес, осы ақиқаттың жолын бөгеу ретінде. Жұмыстары сол. Бұқара халық тек сол жақтан алған ойды алады да болды. Ереп жүре береді. Міне қараңыз мысалы, Алла Тағала қалай деп айтады. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. Олардың іштерінде, о пайғамбар, сен сөйлеп жатқан кезде мән беріп тыңдап тұратын адамдар бар дейді бүйтіп. Өңіліп тыңдап тұратын адамдар бар дейді былай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ана түрді көрген кезде, мынау шынымен де тыңдап жатыр деп, одан сайын өзін салады о жаққа қарай қарап. Одан сайын өзін салады. Сөйтсе бұл бүйтіп тыңдап тұрғанмен бұның ойы не? Абу Жахілді айтатын болсақ, әбжекең не айтады екен деп тұр екен ол. Әбжекең не айтады екен? Жақсы айтты негізі, жақсы айтты. Бірақ әбжекең не айтады екен дегендей, сондай тұрған адам. Сонда Алла Тағала сол аяттың соңын былай деп аяқтап отыр ғой. Афа анта тусмиғу сумма. Сен саңырауға естірте аласың ба ақиқатта? Валау кану ла яқилун. Егер ол ақылын істетпейтін адам болса дейді. Сен қанша Құранды сөйлеп жатсаң да, ана жерде ақылымен тыңдап тұрғандары жоқ қой пайғамбар. Құр өтіп кетіп жатыр сеніңкі. Ұстап қалу. Ақылмен. Ұстап, ойланайыншы бір. Ойланайыншы. Мысалы, Билал, құл. Пайғамбарымыз сөйлеп жатыр, Билал. Ойланды. Қожайыны ертең сабайтын болса да, тәуелсіз, құл болып жүрген адам. Ойлаңыз. Оның қожайыны көпірлікке қарай таңдап отыр. Билал ойланып тұр. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ақыл. Ашхаду анна Мұхаммада Расулуллах. Қожайыны келіп, ей сен не, иман келтірдің ба, менің рұқсатымсыз? Алла рұқсат еткен нәрседе адамның рұқсаты керек па? Ойланды, ақылына салды. Тура жаңағындай Абу Жахілге, Валид ибн ал-Муғираға келгендей сезім келді Құраннан кейін. Сөйтіп нүктесін Аллаға қойды. Иман келтірдім, Раббым. Одан кейін қожайыны оны былай да сабайды, күннің ыстығына апарып салады. Көрдіңіз ба? Жатқызады, өлтірем дейді. Азар болса тәнімді аларсың менен. Азар болса Раббымен қауышармын. Сен нұрды өшіремейсің, сен тәнді кескілей аласың, тәнді өртеп жіберерсің бәркім. Бірақ бұл нұр рухқа өткен нәрсе. Ақылда рухта жатыр. Оған сенің қолың жетпейді. Құдай жаққан отты сен өшіремейсің. Ақиқат деген осы, шын иман деген нәрсе. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға өзінің энергиясын көп салып жіберіп жатқаннан кейін пайғамбарымыз айтады: сен ойлайсың дейді, олардың іштерінде аналардың көбісі сені бір мән беріп тыңдап тұр деп. Алайда сен естірте аласың ба саңырауға, егер де ол ақылын істетпейтін болса. Сондықтан есту қабілеті, бұл кісіде дейік, есту қабілеті дәрігердің справкасынан өткен, құлағы 100% естиді. Көрсіз бе? Бірақ ода емес екен абырой. Абырой ақиқатты естуіңде. Ол ақиқатты естіп болғаннан кейін Абу Жахілмен барып ақылдасса, ол не құлақ? Құл ғой бұл, құлдық сана бұл. Сондықтан Тағала адамға ақыл берген. Міне, естіген кезде мән беріп тыңда, ақылыңмен тыңда. Ақылыңмен тыңдайтын болсаң, Алла Тағала өзі тура жолға ақырын сала салғалы тұрған нәрсе ол. Мүмкін емес қой Алла Тағаланы тура жолға шақырып, сосын сізді тура жолға салмауы. Ақылды бұл жерде мен айтып отқан себебім, андай бір аят бар Құранда: аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ма кана ли нафсин ан ту'мина илля биизнилlah. Ешбір жан иман келтіре алмайды Алланың рұқсаты жүрмейінше. Алланың рұқсаты өзі жаңағындай сынағы бар, хикметі бар, даналығы бар, оныкі дұрыс бәрі. Содан кейін аят тыңдаңыз: ва яджғалу риджса аля лазина ла яқилун. Алайда иманға қайшы қасиеттерді, күпірлік, пасықтық, екіжүзділік, бүлдіру,
дінге қарсы шығу, тағы басқа нәрсе. Осындай қасиеттердің барлығын кесапат деп айтып отыр Алла Тағала. Кесапат. Неге? Бұның арты да азап болатын нәрселер. Міне осы кесапаттарды Алла Тағала тек қана ақылын істетпейтіндердің үстілеріне төгеді дейді. Сондықтан күпірлікті Алла Тағала тек ақылсыз адамға береді дейді. Өйткені ол бағана Мұхаммед пайғамбардың сөйлеп тұрған кезіндегі нәрсесін тыңдады, түсінді, білді, өтті. Сосын нүктені күпірлікке қарай таңдады. Ол не деген сөз негізі? Ол өзінше алдап кетем деп тұр ғой енді. Бірақ ол өтірікті жақтағаннан кейін, өтірікті таңдаған кезде ол не деген сөз ар жағы? Менің ақылым ешқашан ақиқатты түсінбейтін қылып тастады деген бірдей ол. Сол үшін Алла Тағала Құранда не дейді? Құранда Алла Тағала «Хотама аля қулубихим». Алла Тағала олардың жүректерін мөрледі дейді. Жүректерін мөрледі деген сөз, ақыл ешқашан ақиқатты дос тұтамайды енді болды. Сөйтіп Абу Жахил өзінің батасын алды, теріс батасын. Абу Лахаб өзінің теріс батасын алды. Әл-Валид ибн әл-Муғира болды. Болды. Ақыл ақиқатты ешқашан түсінемейтін халге жетті. Соқтан күпірлік, екіжүзділік, пасықтық, түрлі-түрлі әділетсіздік, зұлымдық, осының барлығы ақылсыздықтар. Өйткені ол сол ақылға қайшы жолдардың барлығы. Сол үшін әрбір аятты өзіңіз тыңдаған кезіңізде де, мысалы бұл кісі келіп бір нәрсені айтып атқан кезде, сол мәселені мен аяғына дейін тыңдау керекпін. Бұл біз үшін керек жағы мысалы. Аяғына дейін тыңдап шығу керекпін. Сөзін үзбей жатып, бірдеңе айтып кетпеу керекпін бұған. Көрсіз ғой. Мән беріп тыңдау, аяғына дейін тыңдау деген. Осы ақылдың өзін әр нәрседе біз істету керекпіз да. Бізде де ақыл көбінесе істемейді. Көп жерлерде істемейді. Алла Тағала тура жолға салғанымен, әрбір нәрселерде сол тұру керек мысалы. Көрсіз ғой. Бұл кісі менен қазір садақа сұрақ қоса, менің қалтамда сұраған ақшасы бар болып тұрса, ақыл деген не? Бер дейді. Дұрыс па? Әлде ақыл басқаша айтуы мүмкін ба? Басқаша айтамайды ол. Оның серігі Құран ғой, ол басқаша айтамайды ғой. Не өтірік айтады ол қазір? Дұрыс па? Менде жоқ ренжімеш дейді. Сондай нәрсе. Мешіттің қасында кетіп бараттыңыз. Бір жұмысыңыз бар 1 сағаттан кейін, бірақ 1 сағат уақытыңыз бар. Сонымен сол жерде біреу тұрды, бауырым, анау неге дейін апарып тастайсыз ба деді. Мысалы, енді Алла Тағала сынап тұр ғой сізді. Болды ғой, естідің ғой сөзді, болды ғой. Не айтасың ол жерде? Бауырым, кешірші, мен апара алмаймын деп. Негізі апара алатыныңызды Алла біледі ғой. Әйтпесе неге естіртті сізге? Не керек болдыңыз сіз Аллаға ол жерде? Сол жерде менің жасайтыным ақылсыздық қой. Мен өтірік айттым ғой оған. Сөйтіп өтірікті жалғыз кәпірлер емес айтатын. Біз де оны өтірік деп ойламаймыз негізі. Көрсіз ба? Бірақ осы нәрселердің бәрінде ақыл істемейді. Көрсіз ғой. Сондықтан Алла Тағала айтып отыр. Олардың іштеріне сен мән беріп тыңдайтындар бар сияқты олай. Міне мен мән беріп тыңдадым ба, значит оның нәтижесін шығару керекпін ғой. Бұл кісінің мәселесін тыңдағаннан кейін мен нәтижесін шығару керекпін. Болды жақсы, давай деп кетіп баратса, мен ешқандай нәтиже шығарған жоқ, мен естіген де жоқпын. Маған вообще маңызды болмай тұр ол нәрсе. Біз ақылды осы тұрғыдан дамыту керекпіз. Немесе андай нәрсе бар міне. Ва минхум ман янзуру илейка. О пайғамбар, ол адамдардың іштерінде сен аяттарды сөйлеп атқан кезде саған кәдімгідей назарын салып тұратын адам бар дейді. Көріп тұрған адам демейді, назарын салып тұрған адам. Ол бүйтіп саған назарын салған кезде сен ойлайсың дейді, мынау шынымен де бір керемет қазір иман келтірейін деп тұр деп. Сосын Алла Тағала айтады: "Афа анта тахдил умя валау кану ла юбсирун." Алайда олар ақиқатты көрмейтін болса, сен соқырды тура жолға бастай аласың ба дейді. Сондықтан көру, қарау деген нәрсе бар. Көрдіңіз бе? Мысалы, мына жерден бір көбелек ұшты, бір көбелек. Сол көбелектің өзін мен босқа қоя бергім келмеу керек. Мен сондай адам. Сіз бе? Я Алла, кемшілік сипаттан мінсіз пәк Аллам. Не деген жаратылыс. Қоя берме босқа. Ақыл осылай істелінеді. Сонда ақыл ешқашан жалқау болмайды. Әр нәрседе солай. Әр нәрседе солай. Әрбір нәрсеге
тек көрме, назар аудар. Тек көрме, назар аудар. Үйдегі сонда адамдардың жағдайында да сол. Анаң ба, балаң ба, мешіттегі бауырың, не үшін жаңағы жамағат сауабының артықшылығы жеке оқыған намаздан. Ол тек қана тікелей буквальный мағынасында емес қой. Өйткені жамағат жиналғанда бір-бірін көреді ғой. Сіз көрген кезде қасыңыздағы адамның көңілі жоқ мысалы. Көрдім, болды оны, ассалаумағалейкум. Бірақ мен назар аударған жоқпын ғой. Назар аударатын болсаң ақылым көреді ғой. Көңілсіз болып тұр. Значит, сұрау керек қой одан. Көрді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жамағатты көреді мешітіндегі. Қараңыз. Бірақ назар аударуын қараңыз қандай. Пәленше жоқ қой дейді. Ол ауырып қапты Алланың елшісі. Онда барып көңілін біліп қайтайын. Назар аудару бізде ондай жоқ қой. Бізде қамат қосады, сәлем. Ол ешкім кері жоқ. Бізде айтып тұр қой, көптеген қасиеттер лайықты деңгейде жұмыс істеп жатқан жоқ. Біздің өзіміз көп нәрселерде ақылды істетпейміз. Көрдіңіз бе? Кешегі мысалы Абу Хурайра айтады ғой, қарным қатты ашты дейді. Сонымен мен қараймын, бір сахаба келе жатыр. Сон бір аятты білем дейді өзім, бірақ сонда да сұрадым дейді одан. Ана қарнымның ашып тұрғанын көріп, жүрші тамақ берейін ба деп айтама деп. Сөйтіп одан аятты сұрап едім, біз сияқты біреу болады мысалы, аяттың мағынасын айтып береді кетіп қалады. Негізгі мақсат ол емес еді. Тағы біреу келеді. Ол да сөйтеді. Сосын пайғамбарымызға келсе, пайғамбарымыз бірден байқап қояды. Жүр, Абу Хурайра, қарның ашып қалған екен ғой. Осы сезімдердің бәріне ақыл керек қой. Көңіл бөлмесеңіз болмайды. Үйдегі әйеліңіз болсын, балаларыңыз ба, тағы басқа ма, әйел күйеуіне ма, қарағанда осы назар болу керек. Әйтпесе жаңағы жылқының өзіне мінген кезде, мысалы, қазір біз жылқыға міндесек біреуміз, шаба беріп, оның тілін де түсінбейсің, жанын да түсінбейсің, бейшараны қинап қоюымыз да мүмкін. Оның үстіне отырғаннан кейін шаршағанын, терлеп жатқанын. Қазір біз мал шаруашылығымен айналысамыз дейміз де, сөйтіп бір қойларды аламыз, бір сиырларды арамыз, сосын бір ауру болды олардың бойында. Ол ауруын да сезбеймін, қырылып қалды бәрі. Сондықтан назар деген сөздің ұғымы кеңірек. Көру басқа, назар аудару басқа. Күн шығып келатқан кезде жаңағы Аллаға ақыретке иман келтірмейтіндер просто күн шығып келатыр, болды, көрді. Ешқандай күнді жаңағы Алланың атымен қабылдауы да бәрібір оған. Ал сіз шығып жатқан кезде таңның өзіне Субханалла деген сөз арнайсыз. Күнге де, айды көрсеңіз де. Сол назар бөлек, көру бөлек. Тіпті Мұсаның өзі Раббысын көргісі келген кезде көрейінші деген жоқ. Раббым, маған өзіңді көрсетесің бе? Мен назар аударайыншы деді. Сол секілді қиямет күні де жәннаттықтар Раббыларын көру нәсіп болған кезде Алла Тағала не дейді? Уджухун яума изин надира. Ол күні жүздер жарқырайды. Иля роббиха назира. Раббыларына назар аударады. Құр көру емес. Сондықтан көздікі құр көру болса, көрдіңіз ба? Ақылдікі қарау, назар аудару. Құлақтікі тек есту болса, ақылдікі мән беру, тыңдау, байыбына жету. Дәрігер де сол, мысалы. Көрдіңіз ба? Дәрігер де сондай. Мұсылман дәрігердің өзі ерекше дәрежеде тұру керек, мысалы. Алланы таныған, неге өйткені ауырып келген адамның өзіне қараған кезде құр қарай салып жібере салсам болады. Мына жақтағы бір дәріні алып шығып, мына дәріні ішіңіз деп. Бірақ назар аудару, сіздің мына жеріңізге мына дәрі болмайды. Өйткені бұл дәріні бүйрегіңізге зиян тиеді, сіздің бүйрегіңізде проблема тұр екен. Назар аудару деген басқа. Көрдіңіз бе? Бұндай адамға анау бүгінгі шығып жатқан жаңа технология, жаңа нелер болады ғой, анау көбінесе қазір анда барып түсесің, мында барып түсесің деген нәрсе көп қой. Көрдіңіз бе? Сондай нәрсе. Бірақ сол тұрған жеріңізде қарап бере алатын адамдарды мына Құраннан кейін Алла Тағала жасап шығара алады. Өйткені өз сондай бол. Алланың уаттақуллаха ва юғаллимукум. Алладан абайлаңдар. Алла одан сайын сендерді үйретеді дейді. Ва ин каззабука, ва пайғамбар,
Ал енді олар сені өтірікке шығарған болса, өтірікке шығарды сені. Құранды да өтірікке шығарды, сені де өтірікке шығарды. Енді өздерінің таңдауларын жасады. Сен де өз таңдауыңды жасадың. Сен оларға былай деп айтты. Фақул ли амали, валакум амалукум. Маған менің амал еңбегім тән. Сендерге сендердің еңбек амалдарың. Көрдіңіз ғой, яғни бір жерде, бір ауылда өмір сүріп жатсақ та, менің амалым Алладан түскен уақиға негізделген. Менің амалдарым, менің мінездерім, менің ұстанымдарым, менің жүріс-тұрысым, менің киім-киісім, менің жеп-ішуіме дейін амалдың ішіне бәрі кіреді. Соның барлығы Алладан түскен уақиға негізделген. Сол уақидың туындысы. Ал сендерге сендердің амалдарың. Ол менікі емес. Неге? Өйткені ол сендердің күпірліктерің, жаңағы Аллаға серік қосуларың, жаңағы өздеріңнің ойларың, көңіл қалауларыңа негізделген амалдар, еңбектер. Сонда былай қарасаңыз, екі теңіз секілді ғой. Ащы, суы тұзды. Мынау тәтті, мысалы айтайық, суы, тұщы. Екеуі бірге тұрды. Екеуінің арасында ақиқат пердесі ғана бөгіп тұр ғой. Бір дүниеде. Осылай Ата-Алла сынайды екен. Олардыкінен сізге жұқпайды, ана жақтың суына жаққа қосылмайтындай. Сенікі оларға жұқпайды, олар оны қабылдағысы келмегендіктен. Сондықтан дүниедегі өмірде Ата-Алла пайғамбарымыз осы принципті айтып отыр ғой. Ал енді осы амал, біз айтамыз ғой енді, амалдың ең абзалы қайсысы дейміз ғой. Сонда жалпы өзі амал неден басталады десек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрасақ егер, я Алланың елшісі, айюл амали афдал, амалдардың, еңбектердің ең абзалы қайсысы деп сұрадық пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху былай деп айтқан екен: иманун биллахи ва расулихи, Аллаға және елшісіне деген иман. Кім ойлапты иманды амал деп? Ең бірінші амал не? Аллаға және елшісіне иман. Бағанағы қалыптасқан неше түрлі жұққан ойлардың бәрін қуып шығатын ақиқат. Жүрекке орнықты бірінші амал осы. Өйткені осы амалға негізделген амалдар ғана енді қабыл болады Алланың құзырында. Мысалы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Жудған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам туысқандарымен байланысын жақсы атқарған. Ибн Жудған туысқандарымен байланысын жақсы атқарған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қонағын құрметтеген. Ибн Жудған қонағын құрметтеген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қиындыққа жолыққан адамның жағдайын жеңілдеткен. Ибн Жудған қиындыққа жолыққан адамның жағдайын жеңілдеткен. Жұмысы жоққа жұмыс тауып берген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, кәсіп тауып берген. Ибн Жудған жұмысы жоққа кәсіп тауып берген. Қонағын құрметтеген. Амалдар бірдей ме? Бірдей. Енді Айша анамыз сұрайды: я Алланың елшісі, Ибн Жудғанға осы амалдар пайда бере ме? Ақыретте еш пайда бермейді дейді. Көрдіңіз бе? Бағанағы саяси технолог Абу Жахал сияқтыларға сондай бұқара халық керек өзі. Сондай бір қайырымдылықтарды көп жасап жүретін, сөйтіп жүретін адамдар керек. Көрдіңіз бе? Бірақ Абу Жахалдың ойымен ғана ойланатын. Түсіндіңіз ғой? Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ол Ибн Жудғанға ол амалдары ешқандай пайда бермейді. Өйткені ол өмірінің бір күнінде де Роббиғфирли хотияти яумаддин, Раббым менің күнәмді өзіңмен жолығатын сот күні кешіре көрші деп айтып көрмеген дейді. Олай болса, ақыретке иман келтірмеу. Күллі нәрсені талқандап отыр. Ойлаңыз қандай нәрсе. Соқтан еңбектің басы ол Аллаға және елшісіне иман келтіру. Міне амал. Неге бұны амал деп атаймыз? Өйткені амалдар, өздеріңіз білесіздер, ең маңызды амалдар. Ол жүрек амалдары. Иман жүректің амалы. Бағана Билалды олар қинап атқан кезде біз қазір ол иманның
бір еңбек екендігін байқамауымыз да мүмкін. Бірақ Ибрахимнің жағдайын бағана келтірдік. Ибрахимде иман деген амал жұмыс жасады. Көрдіңіз ба? Иман, Алладан басқа Құдай жоқ. Сол амал үшін оны отқа салды. Еңбек бекен ол иманды көтеру, қарас. Оны көтеру керек. Жүректегі сенім, оны табанды, ол қандай нәрсе ол? Жаңағы Билалды сол жүрегіндегі иман үшін ғана сүйретіп жүр олар. Әйтпесе әлі шариғат түскен де жоқ қой. Сол үшін олар оны қинап жатыр, азаптап жатыр. Олай болса иман деген нәрсе, ол амал үлкен. Міне соның үстіне барып басқа амалдар негізделген кезде, ол амалдар ақыретке қарай өсіп атқан ағаш болады. Жемісі күніге бере беретін, Алланың қасында сауабы төгіле беретін дегендей. Осы принцип еліктеу иманында бұл принцип болмай қалады кейде. Неге? Өйткені еліктеу иманына Қытайдың бір амалын жұқтырам мен. Дұрыс па? Мен әке-шешем тәрбиелеген, әке-шешем айтқан ла илаха илlallah деп ұйықтайды, мен де ла илаха илlallah деймін. Бірақ арғы түбіне мәніне бара бермеймін оның. Сосын Қытайға барып келемді, Қытайда айтады, мынандай бір бақа бар, осы бақаны үстеліңе қойып қойсаң ақша жинайды. Ойбай керек бізге. Сосын сауда сатам, саудада қараймын да, ана жаққа қараймын, ана жақтағы кісі бірінші саудасы жүрген бетте күнде ақшаны алады да киімдері тұрады екен. Неге ұрасың оны? Ол айтады, осын ұрсаң тағы да сауда күшті жүреді, онда ұрайық. Менің амалымда, еліктеу иманында өзің сөйлес. Мен неше түрлі амалдарды істей беретін адам болам. Кейбір мәселелерде Европаның логикасы менді айтып жібере салам мен. Көрдіңіз ба? Кейбір нәрселерде мынаны айтам. Сол секілді әртүрлі нәрсеге араласып кетуі мүмкін. Алайда бір жерде пайғамбарымыз салlallahu оны айтып отқаны, сендер күпірлікті таңдадыңдар. Сендердің негіздерің күпірліктің алдындағы себеп. Ол не? Өтірікке шығару. Ақиқатты өтірікке шығару деген сөз өмірдің негізі өтірік. Сол өтірікті халыққа әртүрлі атаулармен әсемдеп бұқара халықты алдап қойған. Сендердің амалдарың өтірікке негізделген. Менің амалдарым ақиқатқа негізделген. Деп пайғамбарымыз салlallahu осыны айтып отыр. Сосын тағы былай деп айтты дейді. Антум бариуна мимма аъмалу. Мен істеп жатқан еңбектер мен амалдарға сендердің еш қатыстарың жоқ. Менің істерімнен сендерге ешқандай сауап тимейді. Менің амалдарыма сендердің ешқандай қатыстарың жоқ. Ақыретте өзі солай болады жағдай. Соны пайғамбарымыз осы дүниенің өзінде баяндап беріп отыр. Сондай-ақ ва ана бариун мимма таъмалун. Мен де сендер істеп жатқан еңбек амалдарыңа қатысым жоқ. Осы қатыстылық не үшін айтылып отыр осы жерде дегенде, мен Алланы таңдадым. Алланың уахиынан басқа нәрсеге ермеймін. Алланың уахиы ол Алланың білімі, Алланың даналығы, Алланың пәрмені, Алланың құжаты. Мен осы нәрсені таңдадым. Сендер өтірікке шығаруды таңдадыңдар. Соның артынан күпірлік пайда болды, пасықтық пайда болды. Қандай дүниедегі бір қайырымды тағы басқа бір еңбектерді жасап жүрсеңдер де, бәрібір өмірлеріңнің негізі ақиқатты өтірікке шығару. Міне сол өтірікке шығару, ақиқатты өтірікке шығарудың негізінде жасап жатқан амалдарыңа менің еш қатысым жоқ. Сондықтан бұл аяттың негізінде мұсылманның сіздің жүріс-тұрысыңыз Құранға сай болу керек. Бұл аяттың бізге айтқысы келіп тұрған нәрсесі, жүріс-тұрысыңыз Құранға сай. Жеп-ішуіңіз Құранға сай. Адамдармен қарым-қатынасыңыз Құранға сай. Ата-анаңызбен қарым-қатынасыңыз Құранға сай. Әйеліңізбен қарым-қатынасыңыз Құранға сай. Күллі сөз айтылып тұр, тек орындау керек. Міне, денсаулыққа қарауыңыз Құранға сай. Көрдіңіз ба? Мына жақта бір нәрсе бір жерде ұнамай қалды, мысалы айтайық, мынаны барып мен пластикалық операция жасайын деп, мысалы. Құранға сай, мен жасамаймын оны. Бұл Алланың берген маған бейнесі. Ризамын Раббымнан.
Бұл дүниедегі маған берген бір сынағы. Мені адамдар сүйсе, ақиқат үшін сүйеді. Әйтпесе түріме қарап сүймейді ғой менің. Көрдіңіз ба? Сол секілді нәрселер, әрбір жаңағы жағдайлар, күллі аналар істеп отыр екен деп мен оны істей бермеймін. Қатысым жоқ ол амалдарға. Көрдіңіз ғой? Осының барлығы ғылым, технология деген нәрсемен неше түрлі нәрселер қосылып келіп отыр да, кейбір амалдарда біз араласып кетіп жатырмыз. Негізі уахидың айтқаны басқаша еді. Міне сол уахиді іздеу керекпіз біз. Әрбір нәрсең есіңізде болсын, уахиға сай болу керек. Амалың, сөзің. Бағанағы олар өтірік болғандай, садақа сұрап келді ма, қалтамда бар ма, болды. Ойланбастан өзімді жеңіп нүктесін қойып мәңіз. Құранға сай. Көрдіңіз ғой. Әр нәрседе шындық болу керек. Өйткені сіз бен бізді Алла Тағала көріп тұр. Мен адамда мүмкін алдаймын. Бірақ мен ешқашан оны алдай алмайтын Аллаға сенген адаммын. Онда не болдым мен онда? Мәселе осыда. Шындық. Мен Алланы ешқашан алдай алмаймын. Мұнафықтар Алланы алдаймыз деген технология ойлап шығарды. Иудейлер күллісі. Біздің амалымыз сондай. Біз Алланы алдай алмаймыз. Біз Алладан қорқамыз. Алдай алмаймыз. Біз бір нәрсені айтайын десек те, Алла қол қойып барып қана айтамыз. Біздің амалымыз осындай. Олар ойындағысын айта беруі мүмкін. Міне осы нәрселердің күллісін біз бүгін шегесіне дейін түгендеу керекпіз. Өйткені біз Мұхаммед пайғамбардың үмбетіміз дегеннен кейін біз де алдап үмбет боламаймыз. Өйткені қиямет күллі нәрсені ашады. Сондай жағдайларға дейін болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінің үмбетін хауыздың қасына қарай айдап жатқан кезде, келіңдер, келіңдер деп әрбір топ, әрбір заманның мұсылмандарын бүйтіп кіргізіп атқан кезінде бір топ адамдар келе жатады. Дәреттің белгілері бар, ойларында жуған жерлері көрініп тұр. Сөйтіп пайғамбарымыз оларды да кіргіземіз дегенде, оларды періштелер басқа жаққа қарай айдап әкетеді. Ей, бұл үмбетім ғой, қайда кетіп баратсыңыздар дейді пайғамбарымыз саллаллаху. Олар айтады, сен білмейсің бұлардың сенен кейін қандай өзгерістерді әкелгенін. Менен кейін өзгеріс әкелгендерді аулақ әкетіңдер менен деп сүйікті пайғамбарымыз айтады. Сондықтан біз сол нәрсеге қарайық. Яғни сендердің амалдарың сендерге, біздің амалымыз бізге дегенде ол. Сендер намаз оқымайсыңдар, біз намаз оқымаймыз деген сөз емес. Біздікі Құдай деген амалдар. Алла деген амалдар. Алланы алдай алмайтын. Ал сендердікі ол барлығы өтірік. Құрасен деп қойғансыңдар, әртүрлі атаулармен, жалаулармен дегендей нәрселер. Осының негізінде Алла Тағала «Инналлаха ла язлиму наса шайян». Шынымен де Алла Тағала адамдарға ешқандай әділетсіздік жасамайды. Бұл ешқашан өзгермейтін қағида. Алла ешқашан адамдарға ешқандай әділетсіздік жасамайды. Жаңағы Абу Жахилге аяттар жетті. Валид Муғираға жетті. Нүктесін қоятындай халге дейін жетті. Әділетсіздік жасамады. Валакин кану анфусахум yazlimun. Алайда адамдар өздеріне әділетсіздік жасауда. Әл-Валид ибн ал-Муғира күпірлікті таңдаған кезде иманның орнына өзіне әділетсіздік жасады. Абу Жахил де солай істеді. Көрдіңіз ғой. Осылайша кім екіжүзділікті таңдады? Ықыласты болатын кезде өзіне әділетсіздік жасады. Кім бойысыну керек кезінде пасықтықты таңдады, өзіне әділетсіздік жасады. Кім иманның орнына күпірлікті таңдады. Осылайша таңдау арқылы адам әділетсіздік жасайды өзіне. Не таңдау арқылы өзіңе әділеттілік жасайсың. Сондықтан Алла Тағала мынандай аятын айтады, сонымен аяқтайық. Ва куллан ахузна бизамбихи. Күллі адамзат тарихында елшілер жіберілген әрбір қауымды қарсы келген кездерінде күнәлары себепті ғана азапқа тартқанбыз. Не себепті дейді? Күнәлары ғана себепті. Пайда кімнен? Пайда Алладан. Зиян
Зиян неден дейтін болса, зиян күнәдан. Жаханнам деген зиян. Мәңгі жаханнам, уақытша жаханнам ба? Міне, қабір азабындағы қиындықтар ма? Осы дүниедегі азап, бейнет, тауқыметтер ма көбісі? Барлығының себебі тек күнә. Жаңағы Перғауынның қауымы, Худ пайғамбар жіберілген Самуд ат қауымы, Салих пайғамбар жіберілген Самуд қауымы, Лут пайғамбар жіберілген қауым. Сол қауымдардың барлығына қатысты Алла Тағала андай қорытынды жасап отыр. Осы аятпен байланысатын, солардың күллісін күнәлары себепті азаптағанбыз. Фаминхум ман арсална алейхи хасибан. Ол үмбеттердің ішінде сендерге дейін өмір сүрген, олардың біреулерінің үстіне тас жаудырып азаптағанбыз. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. Олардың іштерінде тағы бір үмбетті ащы бір дауыс кеп бас салып, күллісін сол жерде мерт қылған. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. Олардың іштерінде жерге жұттырып жіберген елдер де бар дейді. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Сондай-ақ ол қауымдардың іштерінде біз теңізге батырып жіберген үмбеттер де бар дейді. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Алла емес еді оларға әділетсіздік жасаған. وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Алайда олар өздеріне өздері әділетсіздік жасады. Сондықтан Алла Тағала өзі бізге сыйлаған ақыл, иман, көру қабілеті, есту қабілеті деген нәрселерге өте жиі дұға жасап жүрейік. Мысалы пайғамбарымыздың жалпы физиологиялық тұрғыдан аурудан сақтауына байланысты وَمَتِّعْنَا بِقُوَّاتِنَا وَأَبْصَارِنَا وَأَسْمَاعِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا. Бізге мына берген есту қабілеттеріміз, көру қабілеттеріміз, бойымыздағы қуатымызды тірі болғанға дейін Алла сау қылшы. Осыны пайдаландыршы бізге деген. Бұл дәрігерлік тұрғыдан саулық, рухани тұрғыдан саулық керек. Ол қайсысы? Ол бағанағы ақиқатты көре алатын, ақиқатты ести алатын. Оған байланысты пайғамбарымыз күнде таңертең кешке айтатын: Аллахумма афина, Аллахумма афини фи бадани. Аллахым, менің денеме саулық берші. Аллахумма афини фи самғи. Менің есту қабілетіме саулық берші. Бұл жаңа рухани саулық, амандық, күнәдан, жамандықтан, түрлі кесапаттардан көпірлік, сол сияқты мәселелерден амандық. Аллахумма афини фи басари. Менің мына көру қасиетіме, көру қабілетіме де саулық берші деген. Ла илаха илля анта. Сенен басқа Құдай жоқ, Раббым дегендей. Осы нәрселер біздің маңызды құралдарымыз, Алла берген. Алла осы құралдарымызды өмірімізде дұрыс пайдаланып, көп жақсылықтарға ие болатындай болашақ нәсіп етсін.